Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 3-ші сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 3-ші сабақты өтеміз. Оқушылар, бүгін біз үй жануарлары, жанды табиғат деген тақырыппен танысамыз. Жаңа сөздер: қора, қой, сиыр, жылқы, түйе, ешкі, мал. Оқылым айтылым тапсырмасы: оқы, қайтала. Қора, қой, сиыр, жылқы, ешкі, түйе. Мынау қора, бұлар үй жануарлары. Тыңдалым айтылым тапсырмасы: бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып қайтала. Менің атам ауылда тұрады. Атамның қорасы бар. Қорада жылқы, сиыр, түйе, қой, ешкі бар. Олар үй жануарлары. Жазылым: екінші тапсырма. Суретті сөзге айналдырып жаз. Әлібектің атасы ауылда тұрады. Атасының қорасы бар. Қорада жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. Үшінші тапсырма оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Жазда атамның ауылына бардым. Атамның қорасында жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. Оларды үй жануарлар немесе мал деп атайды. Мен атама көмектестім. Малға шөп салдым, қораны тазаладым. Әлібек жазда қайда барды? Атасының ауылына барды. Атасының қорасында не бар? Жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі. Үй жануарларын тағы қалай атайды? Мал деп атайды. Әлібек атасына қалай көмектесті? Малға шөп салып, қора тазалап. Үй жануарлары қандай табиғатқа жатады? Жанды табиғатқа жатады. Төртінші тапсырма оқылым тапсырмасы. Суреттерге қара, көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып оқы. Бұл жылқы, бұл сиыр, бұл түйе, бұл қой, бұл ешкі. Бұларды үй жануарлары немесе мал деп атайды. Олар жанды табиғатқа жатады, себебі олар өседі. Бесінші тапсырманы мұғаліммен бірге орындаймыз. Кел жаттайық. Жылқы, түйе, сиырлар барлығы да ірі мал. Қой мен ешкі ұсақ мал, ортақ аты жануар. Есте сақта, атамның қорасы бар. Қорада жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. Оларды үй жануарлары немесе мал деп атайды. Олар жанды табиғатқа жатады. Осымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.